Ассаламу алейкум баршаға. Бұл видеода біз табиғат аясында қалай бір әулетпен демалып, қызықты уақыт өткізген жөнінде бейне баян түсірілді. Сіздердің жақсылап тамашалап, ауылдарыңызды еске алып, қыдырған уақыттарыңызды еске алып отыруға тілектеспін. Құдайдың құдіретін көргің келсе, тауға шық демекші. Таудың өзіне шықпасақ та, таудың шетіндегі аясында демалып уақыт өткізіп, табиғаттың сұлулығымен тамсанып қайтқан уақытымыз. Каз. В общем. Хорошо. Все. Значит, где? В общем, целый писал семьяма, бравлет егыл. Келдік. Аржан. Болды қазір шығамыз, Ау? Кім кетті? Төбе кетті ма? Қазір барамыз. Осы жерде дайындық болып жатыр. Мен күшті ғой палаткаларың, Мынақты бұлақтың суы керемет ағып жатыр. Сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Мына жақта ошақ жанып жатыр. Ар жағында тау. Мынау Рабикош деген қыз. Папасының қызы. В общем, демалыс керемет өтеді деген ойдамыз. Мұзай болса, Дайындалған бойы көрсете берем. Ар жағында бір-екі адам тауға шығып бара жатыр, барынша көрсетуге тырысайын. Көрінбей ме? Ана екі адам кетіп бара жатыр тауға. Оның ар жағында тау одан да әдемі екен. Сол әдемі таудың ар жағында қара басып жатқан бетінде Қорған тас деген жер бар екен, ол жерде үңгір бар екен дейді. Тауға шығып жарысып жатыр үшін. Пыр етіп шығып, пыр етіп түсем деген сияқты. Самок. Бауырсақ пісіп жатқан. Жақсы, жеңге сізді көрмеппін ғой мен. Қалай тығылып отырсыз? Мен анау жақсарлап келдім. Бәсе таудың төбесінде жүргенсіз ба? Бауырсақ керемет. Бұны Ләззат жеңгеміз пісіріп жатыр. Видео кетіп жатыр. Видео ғой, видео. Ютубқа. Ютубқа кетіп жатыр. Өзі осақта деп айтты ғой. Жеңгелер қамыр істеп жатыр. Ана жақтан. Бірақ адам көп. Мына жақта да көп қой. Бұяқта оңай болып шалбауға бардық. Мынандай панам қалып келу керек екен, Қап-қара болып келетін болдық қой кекенше. Ереке, қалайсыздар, амансыздар ма? Ал командамызға арнайы қыздар қосылды. Мектептер арасында бірінші орнаған Дина деген қыз. Бойы 1.96. Бұлай айтпайсың қазір. Просто аяқ киім жазады. Ойна, кім машинасы әйтеуір. Бүкіл ударды өзіне алып отыр. Қарапайым машина екен. Левандовскийді қарашы, Левандовский. Мен ашкиім ой, әке. Мені көзі қайда? Бұл не тамақ болған деп отыр қазір, Қуырдақ. Көрінгі свежі, жылқы сойдырып аттық. Да? Где свежі, жарчылы ет.
Иә, рахмет көп. Аумин, айтқаныңыз келсін. Шаңы рахатын күндер, Маржан екеуің бір жастықта қартайында, содан басқа жастық жоқ үйде, бірақ жастық. Кеше күнер ақша жіберіпті да видеолар, өлең Рахмет көп. Мына жақта не болып отыр? Иә, өткен туған күніңмен Тимур. Рахмет көп, рахмет. Жасына жас болсын. Жасқа келген жыл. Ал? Жас көрінем бе негізі? Бәрі маған 18 дейсің ба дейді? 19-да дейміз біз. 19 ба бәсе? Маржан, жаңа су бар ма? Су берсіз маған. В общем, балдардың өзінің кайфы бар. Біреу мамасыз жеп жатыр. Сенде ма? Жылап жатыр ана. Қасындағы досын алып кеткен соң бұл тоже скучно. Мына жақта қыздардың өздерінің темасы болып жатыр. Әркім өзінің кайфы бар. Мына жақта өзінің кайфы бар. Не ішіп жатыр? Ой, мен ішпеймін ғой. Әулиемін ғой мен. Видеоға түсіріп жатқаным ғой. Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстің сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауыл жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауымнан. Біз мына төбедегі бағана түсірген тауда шығайын деп жатырмық. Қасым екеуміз. Қасым, дайынсың ба? Маған қарасайшы. Дайынсың ба төбеге шығуға? Жоқ деген несі? Біз саған сеніп отырмық қой. Мына суға қолды жуып алдық. Ар жақтағы тауда қарасайшы, керемет. Кетті Қасекең, артынан жету керек енді. Шыққан соң төбеде тағы бір түсірермін. Мына төбеге шыға бастадық. Мынау тобылғы деген ағаш. Осыдан қамшы сап жасайды. Мына да сол. Ау, күте тұр. Кеттік. Қайда? Қайда? Жерде жатыр ғой, ақ нәрсе. Ой, бүркітіміз. Не ол? Ағаш па бірнәрсе? Ағаш? Ағаш па бірнәрсе ғой деймін. Қасым кеткісі келіп жатыр шаршап. Бірақ мені қимай жатыр. Бірге кетеміз дейді. Ай ұшып қалса не істейміз дейді. Енді бір өзін тастап кетпеймін дейді. Арықтағысы келіп азықсы келген адамдарға ешқандай диета, правильный питание, ПП дейді ғой немесе. Дұрыс қоректену тәсілі. Ешқандай да ненің қажеті жоқ, қарапайым. Айналаңызда тау болса, тауға шықсаңыздар болды ғой күнделікті.
бұдан майды ерітетін ештеңе жоқ сияқты бұдан артық. Қазіргі заман әбден қалыптасып қалған барлығы. Өмірді жеңілдетіп жіберген, ештеңе қолмен көп жасамаймыз. Оның кері әсері болып отыр. Адамдардың көпшілігі артық салмақ қосып, мына көріністі айтсайшы енді. Ана төбе қалды кішкентай, ана бұлттың төбесіне. Бұлтты қолмен бай бір сермейміз де қайтамыз. Шын айтам. Қарасайшы ана бұлт тұр ғой. Сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонады екен, шынымен бұл дүние ай шолады екен. Қарағым еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге ай қосады екен. Тавадан қазан. В общем, Қасым екеуміз кеттік төбеде. Мынандай көріністен тек пока келесі келгенше құдай біледі қашан келеміз, бірақ дегенмен еске алып отыру үшін осы бейнебаянның. Кездескенше Алла осындай тауға жиі келуді нәсіп етсін. Ал көрермендерге айтарымыз не? Осыны көріп болғаннан кейін міндетті түрде жоспарлаңыздар. Адам жоспарламай ешқашан келе алмайды, қойған мақсаттарына жете алмайды дегенім ғой. Ол күн әрқашан келе бермейді. Бір күні барамыз деген сол уақыт өтіп кете береді. Мен өз тәжірибемнен жалпы көпшіліктің адамына байқағаным, нақты келем деп шешу үшін аяқ астынан бір мынандай күнді белгілеп, сол күні шетелге немесе тағы бір жерге армандап жүрген көкейіңнің ішіндегі бір әр адамның бір мақсаты, арманы бар ғой, бір кішігірім болса да. Соған жету үшін соған бір нақты күн белгілеп, басқа нәрсенің бәрін шетке шамалы сырып қойып, немесе жоспарлап күнтізбемен содан кейін баруға қол жеткізуге болады деген менің ұсынысым. Ана балам алға қарай кетті, бағанан бері түскісі келіп тұрған. Су оңай, су қиын, су оңай ма десем, түсуге де біраз әлгірек екен. Мына біз жаймендеп төменге қарай түсіп келе жатырмыз. Шыққан жеріміз мына төбе. Ар жағында бұлт көрініп тұрады. Баламды ана бұлтты қолмен ұстаймыз деп алып келдім, бірақ ол бұлт әрине қолмен ұстауға жетпейді. Тек ұшақта қолыңды терезеден шығармасаң әрине ол мүмкін емес. Кеттік. Балам мына жерде демалып отыр екен өзі, армандап. Қалайсың? Қалай енді? Бер қарасайшы. Қалай болды төбеге шыққан? Ұнады ма? Мына төбеден келе жатырық. Мына төбеге шықты. Біз ана төбесіне бардық. Мына киот дейді. Қымызға неге салады? Қымызға салып тазалап иіс шығарады ғой деймі? Осы тұрмын, мынау тұрмын, қара. Екі ноға. И давлениеға шай қосып ішуге әдемі өте керек. Бұл қай кезде піседі? Гүлдейді, жазда гүлдеп, андай сиреновый гүлдейді. Гүлдегенде ма? Давление түсіреді ғой. Давление түсіреді? Именно гүлдегенде ма? Қызғалдақтарды қара. Ана қызғалдақ өсіп отыр ғой. Қаз болса күшті егіледі. Бұның штрафы страшный, жоқ, ана үлкен жапырақ тұр ғой, сол қызғалдақ. Мына қызғалдақтың жапырағы, көрдің ба? Алуға болмайды оны. Неғылсың?
Мына таудан келе жатқан бұлақ көрініп тұр ма? Қазір соның бойындағы шиді көрсетем. Ши деп киіз үйдің шеттеріне, етектеріне ме қалай айтады? Жандарына төсейді ғой. Төсемейді, қойып қояды соны, тіреп па. Тағы да қазақта шакалды ши бөрісі дейді. Ши деген сол шидің арасында өмір сүретін бөрі деген мағынада ғой, бір мағынасы. Мына жерде тауда керемет өсімдіктер, гүлдер, ағаштар өседі өшін. Қарап таңғала бересің. Оның тілін білсең ғой, әрқайсының пайдасы. Атқа мініп жүр адамдар. Сен Динасың ба? Мә, күшті ғой Дина. Атқа міне аласың ба не сен? Кәні Дина көрсетші бері. Кімнің аты? Мә, керемет қой, шаба ма? Отырып көрейін. Иә, қазір барам. Дина деген балдыздарымыз ғой. Ши деген мынау. Атты көрсе қазақ деген өзі бір ойнап тұрады ғой. Мынау ұзын болып шығып тұр ғой. Осының бәрі мына судың жағасында өсіп тұрған ши деп аталады. Біз енді ары бетіне өтейік. Сонымен мына ғой мен айтқан ши деп. Түсірейін десем қашып кетіп отыр ғой, шапты ғой ана. Құламайды ғой, шауып жүр ғой. Кәтшін. Бекаш, қалайсың? Ана жерде отыр гүлдің қасына. Гүлдің қасына отыршы ана жерде. Свет папаңа, отыршы. Дина, бер қара, давай. Мам, açtım da ya. Қалайсыңдар? Мен маған да көже берші. Ыдыс бар ма? Құйып бере, таза қой, Ой, рахмет. Біздің көже қазақи. Екеуің ағайынды емессіңдер ма? Қатты ұқсайсыңдар ғой? Қайсың үлкен негізі? Сен үлкенсің ғой? Жоқ, енді білмеймін ғой екеуің. Не? Тауға апшығайын ба? Хорошо. Очкиң шешкен суретке түсірейін видеоға. Иә, сен тауға апшығамыз. Бағана алыстан көрген таудан келатқанда атпен шауып жүрген қыз осы ғой. Дина, өзің таныстырып жіберсең? Негізі қалада оқиды. Жасы 16-та. 17. Ау, не жақсы көреді? Ат жақсы көреді. Дина, look at me please. Бер қара. Сенен де үлкен бар еді ғой? Динадан сен ғой, Жүрісті қарасайшы бөлек. Ой, керемет. Үзеңкі қандай? Ұзын ба?
Әкесі үшін қыз деген жаны жүгіреді да жүрді, молодец. Жүрегінен бұның. Негізі бірден көрініп тұр ғой, күшті қыз негізі, иманы мықты. Саусағын бүйтіп көрсеттім де. Ана қайдасыз? Екінші түсіп қалған жері қайда жартысы? Бүйтіп көргетті бұған Динаға. Жүрегі жарылып кетті. Негізі Жанашырға көрдіңіз ба? жоқ, барлық қыз ондай емес, Маржан. Сосын жанашы жүгіріп келіп тұр. Иә. Әне. Ертең жақсылықты осыңыздан көресің. Жаңа несі шапқан несі түсіп қалды ма, жартысы или бар ма? Жоқ, құдай сақтасын. Бар ғой, ә? Міне жартысы. Кәні көрсек. Жартысы міне. В общем, балтамен абай болу керек, жұмыс істегенде. Міндетті түрде қолғап кию керек. Мынау самаурынның шеті неге майысып қалған? Мынау құлаған ба? Удар тиген ғой. Баяғыда Бекжан. Бұл самар үстінде тұрғанда. Міне әкел деген Бекжан аяғы құлап жерге түскен ғой, ә? Тура алдына түскен. Удар қабылдаған жер ғой. Соққы қабылдап. Барлық тірлікті істеп жатқан қыз осы. Ат салысып. Тауға барып келдің ба? Видео салайын. Все, хорошо. Мынау Дина вообще осы видеоның жұлдызы. Атқа да мінеді, жанында шейт, қарапайым өз. Мынау Айдана деген келіндердің алды. Ерінбейді вообще. Любой нәрсені. Ана бір тапчанды бағанан бері көреміз. Қайтайықшы. Мына бір тапчан деген керемет орналасқан екен. Тастардың арасында. Мәссаған. Мынау сайрам су өзені Угем жотасының мұздықтарынан бастау алады, қателеспесем, 76 шақырымды құрайды. Өте керемет. Мұздай өте суы. Кең адам болса, алып өз береді. Егер қар болса, онда қар болып қаласың, мен сразу айтайын. Жүрегіміз үлкен болды. Жүрегің кең болған жақсы. Мұны сол үшін Мен сізден ақыл сұрайын. Сізді тыңдайыншы. Бәріне платно тек азаматтан дедіңдер ма? Онда біз келген сайын азаматпен келеміз ғой? Жоқ, маған емес. Гүлжан әпкеге ғана тегін, е? Онда Гүлжан әпкемен ғана. WhatsApp-қа жазып беріп қалғат деп. өзім қолымда жазып мен ұрышқан мен түскен бақта. Сағат 6 болды, әлі билеп жатыр бұлар шақта. Мына жерде айтып отқаным, қасымыздағы орналасқан көршілеріміз бар ғой, таңертең бірге келген сияқты еді. Сол таңертеңнен бері билеп жатыр, қарап тұрсақ кешкі 6 болды, әлі беріп жатыр. Риза отыр ғой, қызығушылықпен. Ай, жас деген жас қой, энергия деген тасып тұр ғой. Керемет пақшы. Орын болмады ма? Мына жерде Сайрам Угем паркіне қарай шамалы жақынырақ барып, көріністі түсіруіміз келді. Бейнеде дұрыс көрінбейді деп айтамын, толық жеткізе алмайды. Өте керемет көрініс. Әдемі табиғат деген керемет.
Бүйтіп түсіре алмаймын. Жазып қоясыз сосын бүйтіп Ол түсірмейді, ол түсіре білмейді. Мынау Сайрам Оге мемлекеттік ұлттық табиғи парк дейді. Ары қарай табиғат басталады ғой енді. Керемет. Сөзбен айтып жеткізу қиын тағы да. Сымады ауыстырып тастапты камерасын. Түсірмейді. Неге дұрыс түсірмейді? Мына жақта күшті отыр ғой. Мәні жүрген деген қалай жүрем? Жай өту керек енді. Демалыстың бәрі балдардікі болды ғой. Таң атқаннан кешке дейін біз жиналдық. Осылай күніміз өтті. Әр машинада өзінің керекті заттарын салып жатыр. Кеш болып жатыр. Кешкі көрініс таулар керемет. Давай түсеміз. Түсеміз, дайындалыңдар. Маржан, барсайшы. Дайынсыңдар ма? Бір. Ал, бұсы, қозғалмаңдар. Ал, 1, 2, 3. Болды. Иә, осы күнде аяқталды. Үйімізге қайтып бара жатырмыз, шаршап шалдығып. Күн батып бара жатыр, жол керемет. Тағы бір күн, мүмкіндік деп Ник Вуйчич айтып еді. Сол сияқты бұл мүмкіндік керемет болды. Аллаға шүкір, керемет күн өтті. Бейнеролик ұнады деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет. Сезім бізді алдайды білем, түсінбедім кеттің неге, әлде құрбың себепкер болды ма? Сені мәңгіге сүйерім айғын, куәгерім ай мен күн, жолғармыз біз бәлкім. Сенің ойың бөлек, менен мүлде басқа ма?